Жұма күніңіз қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалынан 1107-ші күні кетмекте эфирде заман студиясыларына мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Истанбулда вертолет қазағы оғырады. Салонда умумен 7 инсан бар екен. 2 пилот ве 5 yolcu епісі еляк олған. Түркия матбуат васталары білдіргенне көре вертолет Экзасибаси шіркетіне айеттір. Салонда шіркет yolбашысы ве 4 Русия ватандашы бар екен. Олған малыматқа көре вертолет телевизион құлесіне ұрылып yolға түшкен. Қақып тахменен 50 метрге огге сұрып кеткен шатлар Сейтлер районын Плодовая койынды полис қадемі 18 яшында олған қызны насыл қаққанны тариф еттілер. Аяқмашында кеткен Диана Басированы араба қаққан соң қаза олған ерде еляк олған. Төмен башында Сарғош полис қадемі Виктория Марченко Волошина екен. Шымды Русияның таққат комитеті жинай иш ачып, қаза бойынша таққат кечері. Түневін мерхумнен ведалаштылар, яқынлары жинайетші жезаланасын талап етелер. Такой звук, как ворота наши. Бізім араба қапымызға бір шей орылған кібі сес ішітілді. Ақайма бары бақ деді. Чықса анда бия сараба қомшыларымыз тарафына бақып тұрам. Бірінші оларақ янына келген кіші айтқанына көре дүмен башында отырған қадын Сарғош екен. Оле бір ичкілік сасығы тұра екен. Хорошая девочка была. Пек яқшы ве мирамедлі қыз еді. Кімсеге ярамай бір шей yapmadı. Оның жаны бөле файжалы үзілгеніне язық. Оларны жазаламаға талап етеміз, олар афу етілмесі олмас. Балабан қыз еді. Ана бабасына ярдым көстереді. Оны өлдірділер, опек дүлбер қыз еді. Москвада мұхалиф Альджи Илдар Дадин тұтылды. Оз сабадан Москвадаки жезаларыны еріне кетіру федераль қызметі бинасы оғынде бірдемлік наразылығыны кечермек үшін шыққан. Дадин ве меслектеші Лев Пономарев бірер туры бұл қызметінің Карелиядаки yolбашысыны истифаға yolламаға талап еттілер. Полиция қадимлері Дадинны тұтып арабаға отыртып алып кеттілер. Илдар Дадин 2015 сенесі дефалар же митинг кечірілів қайделеріні бозмақта қабатланып, 2,5 елға апске ташланған еді. Оның наразылық акциялары Путиннің сиясетіне қаршы еді. Февраль айының сонында Русияның юқары махкемесі қарарыны қанунсыз деп танып, Дадинны азат еткен еді. Вы должны озвучить, что я нарушил, и озвучить мои права. Мне сначала озвучите, как положено по 5 статьей Федерального закона о полиции, озвучите, что я нарушил. Вы не озвучиваете мои права, не озвучиваете, что я нарушил. Нет, не в машине, при задержании. Вы озвучите, соблюдите закон. Федеральный закон о полиции. Что я нарушил, озвучите и озвучите, что я нарушил. Не пойдемте, озвучите, а вы кто такой? Почему? Озвучите, на каком основании меня задерживают. Озвучьте мои права, возникающие при моем задержании. Зачем? Нет, вы сначала озвучьте. Вы сначала, почему вы нарушаете, почему вы, будучи негласными полномочиями, нарушаете мои права? Озвучьте, на основании чего вы меня сюда засовываете. Озвучьте, на основании чего вы меня задерживаете. Озвучьте причину задержания. Присядьте, пожалуйста. Я его не знаю, мне документы не показывают. Вы бандит, занимающий. Полис бөлігінде Дадинның весиқаларына тешкірген сон азат еткенлер. Қырымда işgalciler тұтқан Сейт Ибраим Зейтулаевке 5000 рублелік жеза белгілеп азат еткенлер. Бұның құқорчалайжылар білдіре. Қарарыны Түневін Эрмени базар махкемесі шығарған. Зейтулаев бір ай велсі işgal олынған Қырым мемори сыңырында тұтылып, сыңырыны қанунсыз кечмеге істей деп қабатланды. Бір ай оны таққат изоляторында тұттылар. Зейтулаевны мемори сыңырыны қанунсыз кечкенінде қабатлы деп таныдылар. Украина халқара Гаага махкемесінде Русияге қаршы ашқан давасында қарар шығарылуы бірқач жылға созыла біле. Бұны халқара құқығы мәселелерінде әділетші Антон Кариневич білдіре. Оның сөздеріне көре, дава Гаага махкемесінде бақылмасы
Кереклігі таздықланса, қарар тек 5-6 елдан сон чықарыла біледір. Бұл вақыт девамында іш бақылығы өткерілежектір. Украина Русияны екі халқара конвенция бозуында қабатлады. Бұл терроризм дестекленуі ұрық айырымы қоллануыдыр. Бұл күнлері Украина махкемеге өз избатларыны тағзим етіп, махкемені іш бақылған вақытқа қадар Русия конвенцияларыны бозмамасына чағырды. Мejlisni Ukrainadagi Romaniyaning fevqulodda vakolatli elchisi Kristian Leon Surkanu ziyorat etdi. Mejlis a'zolari Qrimtar xalqining lideri Mustafa Jemilovning yo'l boshchiligida ishg'ol qilingan Qrimda tamir xalqqa qarshi bo'lgan repressiyalar va o'nlarcha ko'plab xabar vositalarining Qrimdan Ukrainaga majburan ko'chgani haqida hikoya etdilar. Romaniya diplomati yarımada Rusiya ishg'olidan azod etilmaguncha tajovuz mamlakatga qarshi yollanılgan sanksiyalarını devam ettirmek gerekligini bildirdi. Biz meclis temsilcilerinin semerli iş alıp bardık. Biz için Kırım Tatar halkının akları meselesi gayet mühim. Çünkü Romanya'da büyük Kırım Tatar cemaatçılığı var. Biz tamır halklarının bozuluğu hakkında laf ettik. Biz da bir kere Kırım Tatar ve Ukrayna halkının desteklenmesi boyunca öz pozisiyamızı kaydettik. Avrupa Birliği'nde sanksiyalarının tarqatılу cedveli üzerinde çalıştım. Bu istilacıға karşı yollanılgan sanksiyalarının işletuf meselesinde gayet mühim rolünü oynay. Romanya biz için pek mühim. Anda bizim büyük diasporamız var ve bu devlet Ukrayna territorial bütünlüğüne kol tuta ve işgalini tanımay. Avrupa Birliği'nde ise sanksiyalarının devam edilmesinin kızgın tarafdarıdır. Olar Kırım azat etilgenine kadar bizge kol tutmağa işandırdılar. Onun için sanksiyalarını şiddetleştirecekler. Қарасубаза районының Кирпичная Бурчек койынан сакенлері қойянында крематорий Олю Айван Яков мерkezini тешкіл етілгеніне наразылық білдірелер. Кеченлері санэпидемстанция хадимлері койден 200 метр месафеде онларнен олі домызларыны кетіріп яққанлар. Сакенлер білдіргеніне көре айванлар Африка тауыны чумадан өлген. Шымды олар хасталық тарқала білежегінден қорқалар, чүнки хасталық топырақ асты суларға да кече біле. Бізге олар ершейіні жейштіріп, комып кетмеге ішандырдылар, ләкин бір шей япмадылар. Балаларымыз бұл елінен мектеп, балабақшасына қатнайлар. Ершей анда ятқаны ерінде ята, қой көпеклері андалар, олар бір шейлер андан ташыйлар, яқында койге де кетірерлер. Там же должен быть бетон. Юқоншыл хасталық топыраққа кечмемесі үшін анда ең аз 20 сантиметр қалыңлығында бетон олмақ керек еді. Шымды юқоншылы хасталық топырақтан су асты суға кече біле. Бұл бізні пек ачуландыра, чүнки домызларны домыз тұтмаған койянына кетіріп яқтылар. Ахмеджетте Қырым Йылдызлары бала ойын ансамблі ана қуанчы программасыны тақдим етті. Концертте 300-ден зияде бала чықышта болынды. Ойын тақымының ребері Майя Анафиева балаларнен берабер озыды ойын саналаштыруында иштирак етті. Салон арық-марық толы еді. Бұл концерт программаны ойынжылар апрелінің 2-сінде де тақдим етмеге азырланалар. Пек güzelте суратлар қалды. Балаларымыз бұл біздің яшайышымыз. Олар бізге бүгін байрам тешкіл етіп бағышладылар. Олар анаве биталарына бұйық бақшыш яптылар. Оларның ожасы Майя Анафиева ве Қырым ансамблінің ярарлығыдыр. Заслуга учителя, Майя Ханум, ансамбля Қырым в целом. Пек эйті суратлар алдық. Біздің яш неслімізге машалла айтамыз. Мен белесем келечегіміз parlaq olacak, çünkü böyle yıldızlarga bakanda her vakit gururlanasın ve gelecekte tek yaxşı iyi təsəvvüratlar bağlaysın. Her vaqt olğаны gibi konser pek yaxşı keçti, pek çok seyirci keldi. Bellesem herkes beğengendir, pek güzel oldu. Балларға машалла, базалары тек бір елдан берілі ойыннен ұғырашалар, яңы нумайшылар қойдық. Урбаларымызны біле деңіштіріп етіштірмедік. Мен пек мемнуным, балалар сақ олсынлар. Бұл саатқа hazır olған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы күнлер тілейм. Жұма күніңіз, қайырлы ешлерінен екіленсін евбетеке яйынларымыздың қачырманысы дайыма атайрылы олыңыз.